Достар сәлем. Бүгін Будапештте көптеген фестивальдер жалғасуда. Неше күннен бері жалпы туристерге арналған, Будапештке туристерді тартуға арналған шаралар тізбегі. Солардың бір шамасын сіздерге көрсететін боламын. Мажарлардың танымал паприкасы. Бұрыш. Осы паприкадан көп нәрсе істейді. Мен кітап жәрмеңкесінен келе жатырмын. Өте үлкен жәрмеңкелер, жалпы кітап күндері болып жатыр мына жақта. Авторлардың өзі қолтаңба беріп жатыр, адамдар кәдімгідей кезекте тұр. Біздің елде де бұндай күндер болатынына менің күмәнім жоқ. Енді мен журналист болып жасағанымда осындай шараларды көретінмін. Бірақ дегенмен де менің ойымша бізде көбі іште кітапханалардың, университеттердің ішінде болғандықтан жалпы халыққа бұл нәрселер жете бермейтін сыңайлы. Мысалы, көшеде өткен шара сондай бір көңіл-күй, керемет атмосфера сыйлайды. Адамдар алғысы келмесе де, оқығысы келмесе де қызығып, әйтеуір жұртқа қарап, көп кітаптарды алып, көріп, жалпы авторлармен танысып жатады. Бұның өзі үлкен бір шара меніңше. Өзіме кітап сатып алдым. Ішіндегі кітаптар мажар тілінде. Linkorban az a 3B pedig nem más, mint a betű, a beszélgetés és a barátság. A betű, vagyis a könyvek, ha úgy tetszik, vagy egyáltalán a kultúra. Орыс тілінде де кітаптар бар екен. Бүгін менің күнім толығымен кітапқа арналды. Жазушының қолтаңбасын алуға мына адамдардың бәрі күтіп тұр. Осындай очередь.